Барлықтарыңызға сәлем. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Менің есімім Лаура Леспек. Мен қазіргі таңда 5 жыл бойы профессионалды түрде адамдарды SMM-ге үйретіп келемін, ал өзімнің осы салада жүргеніме 6 жыл кетіп бара жатыр. Бұл видеода мен толығымен адамдардың маған қоятын сұрақтарына ашық, нақты, қысқа жауап бергім келеді. Яғни SMM-ге байланысты толық сіздердің ойларыңызды жүрген сұрақтарға мен профессионал маман ретінде өзімнің жауабымды бергім келеді. Ендеше мен өзімнің iPad-ыма маған ең жиі қойылатын сұрақтарды дайректтен жинап алдым және біртіндеп жауап беруді бастаймын. Ең бірінші қойылатын сұрақ, қазіргі кезде мен өзім енді 6 жыл бойы осы салада келе жатқаннан кейін ең бірінші көп қойылатын сұрақ, кезінде бастамай кеткеніме өкінемін. Лаура, мен сені 3 жылдан бері, 4 жылдан бері қараймын, сол кезде бірден бастамадым. Қазір менімен бірге жүргендердің барлығы бастап кетті да, мен қалып қойған секілдімін. Қазір егер мен бастайтын болсам, үлгеріп, ілесіп кетемін ба, әлде маған кеш па деп көп адам ойлайды. Шын мәнінде мен бұл сұрақтың жауабын былай деп айтатын едім. Егер мен де өзімді мысалға бір орынға қойып көрсем, мысалға там трейдинг болсын, басқа салада болсын, мен өзім ойлаймын, блин, кезінде неге тоже ерте бастамадым басқалармен бірге, қазір біраз опытым болатын еді. Қазір енді кіріп жатсам нөлден, маған қиын болатын секілді деп мен де қорқушы едім. И осы жердегі мені сізге қоятын керісінше сұрағым, қараңызшы, сол кезде Құдай сізге мүмкіндіктерді, осындай осознанияны оқып алсайшы деген белгіні берді да. Бірақ сіз ол нәрсеге не істедіңіз? Тыңдамадыңыз, ермедіңіз, сенбедіңіз. Кішкене бір қорқыныштар сіздерді ұстап қалды, иә. Бірақ мен былай деп айтушы едім. Бірақ көрдіңіз ба, жаратушыңыз сізді ұмытпады. Сізге қайта тағы да осы салаға одан сайын көңіліңізді ашып, қасыңыздағы адамдарды пример ретінде көрсетіп жатыр. Егер сен бұл салада жүрсең, осындай нәтижеге жете аласың деп. Ал сіз әлі де сол кездегідей қорқып, шешім қабылдамайтын болсаңыз, тіпті осыдан кейін 3 жылдан кейін одан қатты өкінетін боласыз. Бұл сала қазіргі кезде өшпейді, өлмейді. Неге? Себебі Инстаграмдар, қазір осындай ресторандар барлығы жауып, вообще басқа маркетингтің жолдарын пайдаланып, өздерін дамытып жатқан жоқ та. Инстаграм одан бетер дамып жатыр. Оның түрлі фишкалары пайда болып жатыр. Түрлі новый мамандықтар шығып кетті. Я, контент менеджер, там reels maker деген секілді. Бірақ шын мәнінде оның әлі де бастауы и алдағы уақытта да SMM актуалды болып тұрады, как минимум 10 жыл. Мен былай айтамын. Қазір сіз кіруге қорқып жүрсеңіз, қараңызшы, алдағы 3 жылда SMM точно өлмейді, Инстаграмдарын точно ешкім жаппайды. Мүмкін бір 5 жылда бір одан күштірек социальный сет шығатын шығар. Бірақ 5 жылда бұл социальный сеттің жабылып кететінін күтіп жүргеннен қарағанда, сіз 5 жылда егер жұмыс жасайтын болсаңыз, қандай нәтижеге жетуіңізге болады? Ойланыңызшы. Сондықтан да кеш па деп ешқашан ойламаңыз. Жаратушы қазір сізге осы көңілді, осы сезімді, осы ойды оқып алуды салып тұрса, сіздің уақытыңыз дәл қазір. Сіз дәл қазір өсіп жетілдіңіз, меңгеруге дайынсыз. Сондықтан да бұл салаға кіріңіз, бұл сала сіздіңкі, сіз наоборот қазір кірген кезде более осознанно, более серьезно қарайсыз деген ниеттемін. Екінші сұрақ, қандай телефон керек? iPhone болуы міндетті ме? Ой, осы сұрақты мен өте жақсы көремін, себебі өте көп адамдарды қызықтыратын сұрақ. Немесе там MacBook, там компьютер керек па деп сұрайды. Ең бірінші iPhone керек, себебі қазіргі качественный контент жасауға қажет, дұрыс па? Бірақ егер сіздің iPhone-ыңыз болмаса, көп адамдар менің iPhone-ым жоқ, менің осындай техникам жоқ, соның артынан ештеңе жасамай қалып қояды да. И мен бұл жердегі модель мышлениеға назар аударыңызшы дейтін едім. Егер сіз менің iPhone-ым жоқ, менің тағы бір дүнием жоқ деп қазір SMM-ді меңгермей қалып қойсаңыз, мүмкін сіз өміріңіздің басқа бөлігінде де осылай ойланатын шығарсыз. Ананы істейтін едім, бірақ мынауым жоқ. Мынаны істейтін едім, анауым жоқ деген секілді. Яғни сізде бір істі бастап кетуге деген түрлі ұстайтын қорқыныш таракандар басыңызда өмір сүреді. Қазір SMM-ге келгенде осы таракан тұрды. Біз қандай мышлениемен ойлануымыз керек? Қалай мен iPhone-ды аламын, бұл саланы ары қарай дамытып кету үшін? Яғни сізге қазіргеде бірден iPhone егер жоқ болса, iPhone сатып алып сосын кірісудің қажеті жоқ. Сіз мықты маман болып осы саланы зерттесеңіз, түсінсеңіз, стратегиямен жұмыс жасауды білсеңіз, фото, видеоға түсіру, салу, оның барлығы екінші этаптағы жұмыста. Егер сіз мықты маман болып тұрсаңыз, тіпті осындай ресторан болсын, кез келген бизнес проекттердің өзі сізді
сізді шақырып, сол жақтағы рабочий телефон бүкіл жерде болады. Сол рабочий телефонмен ақ жұмыс жасатады да. Ең басты сіздің мықты маман болуыңыз. Егер сіз любой жерден мүмкіндікті емес, қолыңыздағы жоқ нәрсені көретін болсаңыз, ол не только SMM-де, в целом өмірде сіз көп проблемалардың шешімін көрмейсіз, кейінге қалдырып қоясыз. Сондықтан да мүмкін бұл видео сізге дәл қазір белгі, перестань откладывать на потом, может начнешь деген секілді. Одан кейін үшінші сұрақ ең жиі қойылатын, хотя SMM-ді уже адамдар өлді деп ойлап жүрсе, кейбіреулер тіпті оның әлі күнге дейін не екенін білмейді. Өте жиі менен сұрайды, жалпы SMM деген не істейді деп. Осы сұраққа кішігірім өте оңай жеңіл жауап бергім келеді. Жалпы SMM дегеніміз ол кез келген әлеуметтік желіде, Instagram, TikTok қазіргі кезде өте танымал, Instagram, TikTok, осы екеуінде бизнесті дамыту. Яғни бизнесқа женская одежда, осындай ресторандар, шоурумдар, детский киімдер, там шаңғы, лыжи, не бар? Бүкіл нәрсені қазір қарасаңыздар, сіздер отырмайсыздар да, мысалға магазинге офлайн бармайсыздар. Сіздерге қазір очки керек болса да, сіз очки Алматы, очки Шымкент деп Инстаграмнан іздейсіз. Сол жақтан өзіңізге ұнағанын қарайсыз да, сосын барып соған заказ бересіз. Яғни дәл сол секілді сол парақшалардың, бизнес парақшаларының артында отырған, сол контентті салып жатқан, каталогты сізге көрсетіп жатқан, кейде тіпті сізге заказыңызды оформить етуге көмектесетін адам, ол осы SMM маманы. Яғни SMM маманы осы бизнес иелері мен бизнестің арасындағы көпір. Яғни соның арқасында бизнестер гүлденеді, соның арқасында соның жасап жатқан контенті, рилстар, сізден алдарыңыздан рилстар шығады ғой. Сол рилстарды түсіріп жатқан, монтаждап жатқан, өзі түсіп жатқан осы SMM маманы. Яғни сіз SMM болған кезде осылай жұмыс жасайсыз. Ал енді SMM болып жұмыс жасаудың өзі бірнеше әркімде әртүрлі нелермен, обязательстволармен келседі. Кейбіреулер өздері түседі. И осы жерде туындайтын маңызды сұрақ, тағы бір сұрақ маған жиі қояды. Өзіңнің түріңді көрсету маңызды ма? Жаңағы мен өзім түрімді көрсеткім келмейді деген секілді. Осы жерде енді сіздің бизнес иесімен келіскеніңізге байланысты. Яғни егер сіз мысалға женская одежданың SMM маманы болатын болсаңыз, ол жерде өзінің модельдері көбінесе болады. Түрі әдемі, сондай суретке, видео түскенді жақсы көретін қыздар. Сіздің миссияңыз бұл жерде оны түсіру, монтаждау деген секілді болады. Ал кейбір мысалға, егер өзіңіз сондай, мысалға менің өзім сондай журналист болуды, камераға түсуді жақсы көретін адаммын, и менің өзім қуана түсетінмін видеоларына, өзім SMM маман болып жұмыс жасаған кезде. Сіздің өзіңізге ұнаса, сіз өзіңіз модель болып түсе аласыз, өзіңіз видеоға сөйлей бере аласыз деген секілді, сіз өзіңізді көрсетсеңіз де болады, көрсетпей за кадром жұмыс жасасаңыз да болады. Бұл сіздің бизнес иесімен келіскеніңізге байланысты. Келесі сұрақ, қанша уақытта үйреніп, қанша уақыттан бастап табыс табуға болады? Жалпы менің өзім былай айтамын, бұл салада практика аса маңызды. Ұзақ теорияны оқып жүріп, сосын барып практикаға кірісу менің примерімде дұрыс емес. Неге? Себебі мен бірден базаны, стратегияны түсіндіремін, соны бірден адам бірме-бір өмірде пайдаланып, өмірдегі туындап жатқан, проекттерде туындап жатқан неше түрлі қиын мәселелерді, проекттерде туындап жатқан сұрақтарды бірме-бір практикада шешу арқылы бұл жұмысты жасап кетеді. Неге? Себебі бұл жақта бір арнайы барлығы жұмыс жасайтын бір ғана техника жоқ. Бұл әлеуметтік желі болғаннан кейін трендтер жиі өзгеріп отырады. Сол трендтерге қарай адаптироваться ету, трендтерді бірден проектке енгізу аса маңызды. Сіз, например, мықты обучениеге кірсеңіз, ол обучениеде ең дұрысы уже бір аптадан бастап практика жасап бастайтын жер, ең күшті жер. Сондықтан сіз в целом суть, смысл деп айтады ғой, стратегия, смыслды түсінгеннен кейін бірден практикада қолданып кету ең дұрыс шешім. Одан кейін, міне SMM деген тек пост салып отыру ма, әлде басқа да жұмыстар бар ма деген сұрақ жиі келеді. Көбінесе SMM-шіктің жұмысына қарасаң, бір страничкаларға қарасаң, сторис салады, рилс салады, пост салады. Болды, осы үшеуін ғана істеп отырған секілді көрінеді. Бірақ мен сіздерге мына дүниені айтамын. Жай ғана сторис салу, пост салу жеткіліксіз. Яғни менің өзім SMM-ді стратегиямен зерттейтін, стратегиямен жұмыс жасайтын адаммын, және өзімде солай оқытамын. Стратегия деп отырғанымыз, кез келген постты салғанда, стористі салғанда, оны жай ғана әдемі етіп безендіру жеткіліксіз. Ол пост, ол сторис продающий болу керек. Яғни ол пост, ол сторис ар жақтағы біздің
келіп отырған клиенттеріміз басқа конкуренттердің арасында бізді таңдау керек, бізден сатып алу керек. Бұл маркетинг та. Сондықтан бұл жақта стратегияны түсіну, клиенттің психологиясын түсіну, неше түрлі сатудың жолдарын білу, постты продающий ету, рилсты қазіргі трендтегі дүниелерді өзіміздің нишамызға адаптировать ету, сторис салған кезде адамның болі, возражениелерін жауып жұмыс жасай алу аса маңызды. Вот осы кезде сіз қымбат маман боласыз. Неге көптеген SMM мамандары қанша жылдар бойы өзінің чегін көтере алмайды? Қанша жылдар бойы сол бір проекттің айналасында 100-150 мың теңгеге жұмыс жасайды? Себебі ол кісілер міне осы стратегиямен жұмыс жасауды білмейді. Немесе неге типа SMM-шік болып SMM-нен көңілі қалады? Себебі жай салған пост пен жай салған стористары көп жағдайда нәтиже алып келіп жатпайды да. Сондықтан да олардың көңілі қалып бұл саладан кетіп жатады. Ал егер сіз шынында продажаға әсер ететін факторларды білсеңіз, конкуренттерді зерттеудің, клиенттерді зерттеудің, неше түрлі сатудың техникаларын білген кезде сіз профессионал маман ретінде жұмыс жасайсыз. Сіз яғни бизнестің продажасына, күнделікті болатын кассасына әсер ететін маман болғаныңызда сіз құнды боласыз. Сондай мамандарға айына 300 мың, 500 мың, миллиондап төлеуге дайын. Келесі міне оқыған так міне мындай сұрақ мында сұрақ өте көп. Міне қазақша контент жүргізуге бола ма? Барлық русскоговорящий SMM-дерді іздейді дейді. Шын мәнінде 2025-те қазір как никогда қазақша контент тренд болуда. Өздеріңіз байқадыңыздар ма? Көптеген орыс тілді страничкаларда қазақша контент пайда болуда. Неге? Себебі дәл қазіргі осы жылдағы тренд ол қазақилыққа тренд. Яғни өздеріңіз байқадыңыздар ғой, даже қазақша сөйлемегенге, қазір бірнеше бизнестарды жауап тастап жатыр, бойкот жариялап жатыр деген секілді. Оның өзі біздің ұлттық рухтың оянып жатқанының көрінісі. Егер сіз қазақ тіліндегі сапалы маман болсаңыз, сіз тіпті наоборот үлкен компанияларға кіре аласыз. Ол жердегі русский контенттен бөлек қазақша контентті олар қазір активно внедрять етіп жатыр. Себебі бұл 2025-26-ның тренді. Трендтен мықты қазақи мамандар. Сондықтан да сіз дәл қазір қазақи контентпен кіретін болсаңыз, тіпті сіз жарайын деп тұрсыз нарықты. Одан кейін, міне, онлайн жұмыс істей аламын ба, үйден шықпай-ақ деп көп сұрайды. Бұрындары мен үйден шықпай жұмыс жасай аласың деп жауап беретінмін. Бірақ уақыт өте келе осы жауабымның адамдарды дұрыс түсінбейтінін байқадым. Яғни, мен жұмыс жасай аласың дегенде, я подразумеваю тут гибкий график. Яғни таңғы 9-дан кешкі 9-ға дейін отырасың деген шарт жоқ. Бірақ бұл сен мүлдем әрекет істемейсің, үйіңде отырып алып, ақша аспаннан жауады деген сөз емес. Ал адамдар үйден шықпай-ақ дегенде, солай үйден шықпай-ақ былай отырғанда ақша келеді деп көбінесе ойлайды екен. Содан кейін әрекетке келген кезде тоқтап қалады. Сондықтан қазір мен былай айтамын. Біз тіпті кофе ішу үшін де, біз тіпті жай ғана кездесу үшін де иногда үлкен дәретке де біз сыртқа баруымыз керек болады да, сыртта туалет болатын болса, мысалға, ауылда тұратын адамдар. Ал сіз жұмыс жасау үшін, ақша табу үшін қалай сыртқа шықпайсыз деген сұрақ. Бұл жерде сыртқа шықпау деген нәрсе жоқ. Бұл жерде әрекет деген дүние бар. Яғни сіздер өздеріңіздің клиенттеріңізбен, егер ауылда тұратын болсаңыз, мысалға сіз өзіңіздің клиентіңізге аптасына 1 рет немесе 2 рет барып толығымен съемка жасап, өзіңізге керек материалдарды түсіріп алып, өзіңізге керек дүниелерді алып, үйіңізде отырып солы монтаж жасап, салып отыруыңызға болады процесті басқарып. Бірақ бұл үйден шықпау деген сөз емес қой. Бұл үйден шығу, зона комфортыңнан шығу, барып жасап келу, бірақ бір жерге байланбау деген сөз. Сондықтан да мен үйден шықпау деген нәрсеге қазір қарсымын. Үйден шығасыздар, бірақ бір жерге байланбайсыздар деп айтамын. Осыдан туындайтын тағы да бір маңызды, мынандай маған всегда келетін сұрақ, мен ауылданмын, ауылда отырып жұмыс жасасам болады ма? Менде мынандай осыған кері байланыс келе сразу. Менің өзім де ауылданмын, менің өзім де сол жақтан бастағанмын. Егер мен ауылда отырып бастамағанымда, мен қазір былай қалаға көшіп, Алматыда тұрақталып, осында тіпті тұрмысқа шықпайтын едім деп айтамын. Неге? Себебі сіздің ауылда тұратыныңыз, ол сіздің бірнеше жерден кем екеніңіз, немесе ол сіздің бір артықшылығыңыз деп айтпайтын едім, немесе кемшілігіңіз деп айтпайтын едім. Сіздің ауылда тұрғаныңыз, ол сіздің положениеңіз. Және сізде қазір таңдау бар. Сол положениемен бірге әрекет етіп
қалаға қарай шығу, немесе сол положениеде тұрып бүкіл әлем сенің жұмыс жасауыңа қарсы секілді өзіңді сол бір неңнің ішіне тығу, зона комфортының ішіне тығу. Яғни сіз ауылдан болсаңыз, сіз қаладан проект тапсаңыз, сіз аптасына 1 рет, 2 рет қалаға барып сол проектті түсіріп келуіңізге болады. Сіз онлайн отырып, мысалға егер бір компанияда жұмыс жасайтын болсаңыз, сіз онлайн болып копирайтер болып, онлайн болып таргетін жіберіп, үйде отырып реально сыртқа қалаға бармай, бірақ жұмыс жасап та сіз таба аласыз, әрекетіңізді жасап. Яғни мықты мамандар ауылдан екен, олар жұмысқа алмаймыз деген шектеу жоқ. Мықты мамандар кез келген компанияға керек, сіз аутсорста, яғни удаленно жасауыңызға да болады. Қалада жүрген қаншама адам бар, бірақ сапалы маман емес та, сондықтан оларды тіпті жұмысқа да көбінесе алмайды. Сіздің қай жерде тұрғаныңыз емес, қаншалықты бұл жұмысты сапалы жасай алатыныңыз маңызды. Түсінікті ғой? Жаңағыдай сыртқы факторлармен өздеріңізді шектемеңіздерші дегім келеді. Одан кейінгі туындайтын тағы да бір вопрос. Қазір SMM-шіктер өте көп қой. Менің бұл жақта орным болады ма? Жұмыс таба аламын ба? Мен былай айтатын едім. Қай жерде конкуренция көп, сол жерге жүгіруіміз керек. Себебі сол салада сұраныс көп дегенде сөз. Бастысы сіздің сол сұранысты қалай шешетініңіз ғой. Егер сіз өзге SMM-дерден қарағанда артық шеше алатын болсаңыз, стратегиямен жұмыс жасай алатын болсаңыз, сіздің орныңыз всегда болады. Біз осы сапалы жұмыс жасамағаннан кейін ғой, жұмыс таппаймыз, сапалы жұмыс жасамағаннан кейін ғой, біз не істейміз? Всегда жылап, немесе SMM-нің ары қарай алып кете алмай, типа SMM-шік синдромына шалығып, жұмыс жасамай кетіп жатамыз. Жалпы өздеріңіз қарасаңыздар, қазір Reels менеджер, контент менеджер деген мамандықтардың өзін бөлек бар дейікші, соны оқиықчым SMM-нен қарағанда деп адамдар ойлайды. Сіз мейлі оны оқисыз, бірақ SMM всегда по-любому SMM керек та. Неге? Себебі ол жасалған материалдарды да салу керек, стористі де тұрақты жүргізу керек. И бір адамға, бір бизнесқа, и мына жақтан сторис мейкер алып, мына жақтан Reels мейкер алып, мына жақтан таргетолог алып, мына жақтан видеограф, фотограф алып, 4-5 адамды жинау өте қиын. Үйтіп жинап жұмыс жасау да күшті, бірақ оның басын ұстап тұратын, солардың барлығына техническое задание беретін, солардың жұмыстарын уақытылы салынуды тексеретін, ол бәрібір осы SMM маманы, маркетологта. SMM мамандарында тікелей бірден маркетологқа өсуге мүмкіндік бар. Бұл база ғой. Сондықтан да мен сіздерге айтарым, осы базаны, толық базаны меңгеріп алатын болсаңыздар, сіздерге сосын жұмыс жасау жеңілірек болады. Түсіндіңіздер ме? Келесі сұрақ, міне жасым 30-дан асты, кеш емес пе бастауға? Еш кеш емес. Неге? Себебі менің өзімде мүлдем басында шектеу жоқ адаммын деп айтсам болады. Менің өмірлік принципім осы. Мен өзімді ешқашан кәрі сезінбеймін, мен өзімді ешқашан бір нәрсені қалып келе жатқан секілді сезінбеймін. Неге? Себебі қазір маған Құдай осы осознанияны берсе, значит, қазіргі идеальный момент. Мен дәл қазір жасауым керек деп ойлаймын. Және де сіздер 30 жасқа дейінгі өміріңізді осы, ары қарайғы өміріңіз осыған ұқсас өтпес үшін әрекетіңіз жаңа болу керек қой. Сондықтан да сіздерге жаңа әрекетті сыйлайтын, как раз таки осы сіздің комфортты зонаңыздан шығаратын осы сала деп мен ойлаймын. В целом, бір актуальный вопростарға жауап бердім деп ойлаймын. Егер сіздерде тағы да сұрақтар қалатын болса, төменге қоюларыңызға болады. Мен сіздерге қуана жауап беретін боламын. Ал егер менде сіздер оқығыларыңыз келсе, менің Лаула SMM мектебім бар. Біз ол жақта комплексно маркетингке үйретеміз. Не только SMM, оның ішінде бізде веб-дизайнер, мобилография, контент-мейкер, таргетолог деген сынды, TikTok-менеджер деген сынды мамандықтарға комплексно үйретеміз. Яғни сіз бір мектепке келесіз де, осының барлығын меңгеріп шығасыз. Егер сізге қызық болса, келіңіздер, бізде келесі потокқа набор дәл қазір жүріп жатыр. Астында сіздерге анкета қалдырамын, соны толтырыңыздар, менің менеджерлерім байланысқа шығады. Барлығыңызға үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған Лаура Леспек.